достар. Менің атым Диас. Жасым 5-те. Бүгін біз эксперимент жасаймыз. Бізге керек заттар: қан, су, бояу. Ыдысымызға 30 граммнан су құямыз. Бірінші ыдысымызға қан салмаймыз. Ал екінші ыдысымызға 1 қасық қан саламыз. Ой, жарайсың. Ал екінші ыдысымызға 2 қант қосамыз, я? 1, 2. Бірінші қасықпен қантты ертеміз. Бірінші ыдысымызды қандай түске қоямыз? Қызыл. Қантты қоямыз. Екінші ыдысымызды қандай түске бояп жатырмыз? Жасыл. Жасыл. Енді қандай түске боямыз? Күлгін. Қандай боя? Қоямыз. Біз енді дайын болған бояуларды мынандай бос ыдысымызға құйып, біз кемпірқосақты жасайтын боламыз. Біздің бұл кемпірқосағымызды жасау кездегі бізге ең күрделі осы үшіншісі. Яғни ыдысымыздың түбінен бастап жібермесек, олар араласып кетеді. Мен Диасқа көмек беріп, өзім жасап беріп жатырмын. Біздің кемпірқосағымыз дайын. Кемпірқосақ бізде қай уақытта шығатын еді? Жаңбыр кезде. Жаңбыр жауғаннан кейін бізде кемпірқосақ пайда болады. Бұл кемпірқосақты жасау өте қызықты екен, е? Болды, сау болыңыздар.